Привет, қазір біз бір-біріміз туралы қаншалықты білетінімізді көреміз. Бір-біріміз туралы, факт айтамыз. Давай, баста. Бірінші түс. Менің текті түсім. Не тұрған жасың ба? Розовый, ұлпаныкі қара да ойлаймын. Менің сүйікті түсім қара, оныкі розовый. Знак зодиаком рыбы, Лупаныка, скорпион, басындай бірдеңе, Знак зодиака ма? Менікі рак, Әсемдікі рыбы. Осымен рубрикам аяқталды. Қазір көреміз кім туралы көп біледі екен. Енді душ осы өйіпсей, давайте. Бүгін менің деген историяға шығатындай уақытым болмай кетті. Потому что екеуін ұйықтадық. Ұйықтап қалғанбыз ғой. Біз түнімен мен бастырылып, біртүрлі болып, сонымен таңертеңге ұйықтап қалдым да. Кеш бірінші күн болғаннан кейін ұялып, әрең тұрғансың ғой, комнатадан әрең шыққансың ғой. Сөйтіп, пирожки пісірдім. Жеңгем тамақ пісірмей-ақ қой деді. Бүгін маған повезло. Тамақта қалып кеттім деп ше. Пирожки, молдавский. Да, ұнады ма? Бәрі төрт штук қалды. Сөйтіп енді екеуміз түнде кино көруге шықты. Мен кейін сенің деген ой ақылды ғой сендер, ойлайсыңдар. Өйтсін деп бәрін біледі. Ақтөбенің келіні ғой бұл дейді. Иә. Сол кино көреміз, қазір үйге қайтамыз. Ертең ұйықтап қалмау керек, ерте тұру керек. Оятыңдар мені. Историяға Басқалып кетті. Қандай сезімдесің? өте жақсы. Келіндік қызметі басқалып кетті. Қандай күштерің Міне. Қап-қара болып тұр. Қасынан шықпайды. Білмеймін. Қасынан шықпайды. Немене böyle? Бір жуып отырып, жүрсейші тұр, әңгіме етейік деп. Картаны жіберін. Жаңа қос, иә. Көрден сұраса, значит, денсаулық жақсы деген сөз. Бәрі. Иә. Сторисқа көп шықпай жатырмын, потому что білесіздер, мен үйдің кенжесімін, көзге түсіп қалып жатсақ болды, магазин кетіп бара жатыр, примерно. Барша құттықтап жатқан жандарға көп-көп рахмет. 99% адамдар бақыт тілеп жатыр. Бұрын соңғы қарғыс тілегендер, ойбай, үйленбейсің дегендердің өзі бақыт тілеп жатыр ғой. Енді адамның ойы всегда өзгереді. Біз оған дымды айтпаймыз. Жаман адамдар бар. Олар жаман адам всегда өзгереді жақсы жаққа. Оған негативке мән бермейміз. Ал күшті болып жатыр, кәдімгідей тумаларымыз келіп, құттықтап, қандай. Көптен бері көрмеген тумаларымды көріп, құшақтап, оказывается, мен үйленбей жүр екенмін ғой. Әсемді уайымдамаңыздар, бәрі жақсы, қыздарыңыз аман, жақсы жерге түсті деп ойбай. Андай 4-5 сообщение оқып қалдым да, неге анасын күтпеген, ол қалай болады деп. Мама пока Индияда, ол емделіп жатыр. Дәрігерлердің бақылауында шығуға болмайды, үзбеу керек дегендей ғой. Асықпаңыздар достар. Біздер әлі той күнін белгілейміз, беташарда болады. Бүгін жай Әсемді үйге әкеліп, таныстырып, орамалын салып, асықпай кіріп шығып жүре береді ғой енді. Сіздерді дұрыс түсінбей қалмаңыздар деп айтып жатқаным ғой. Так, осы үйдің келіні бұйырса барлығы иншалла жақсы болады. Бәрі той болады. Сторис жібермей қараңыздар. Кәдімгідей Әсем осы үйде қонақ пока. Вообще шаруа істетіп жатқан жоқпыз. Шымылдықтың артында шығармай жатыр. Қызғанып жүрмін кәдімгідей бар ғой. Үлкен кісілер биттен сүйсе, жай сүйіңдерші деп. Жақсы көремін, жанымыз. Осындай әдемі гүл келді. Бұл кімнен десеңіздер, конечно, менің енемнен. Сондай запискасы бар, қазір енді көретін боласыздар не жазылған. Осындай күшті гүлдер. Рахмет үлкен. Осындай торты бар. Осындай бақытты болыңдар деген торт.
Endi Indiyada bo'lsa-da bizda eshitib quvonchibdi. Rahmat, pengem. Мама уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Қазір бәрімен таныстырып жатырмын. Номер тыңгіре. Дүнияхе Индия. Rahmat. Сразу Ақтөбеге келіп, мықты көрпе, анау, мынау, шымылдық, бәрін қарап отыр. Осы жақсы бауырым. Осы алсайшы. Осылай қазір хит болып отыр. Мықты апам бесплатно беремін деп тұр. Ой, үйленіп жатыр екенсің, молодец деп. Сондай. Қандай қызылдары бар. астаудағыдай 25-30 мың 50 мың емес 60 мың Мына жіп тарта қоямын, иә мынаған жіп тарта қоясың